Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады. Тектілердің тұяғы таңдайды құс қияны. Шын тектілер халқы үшін өлімге басын қияды. Жақсы жаман деместен жанына жұртын жияды. Бекасыл әулие. Бірде Жәнібек хан ғұлама ғалым шипагерліктен қара үзіп шыққан Өтебойдақ тілеу қабылынан қандай ауруды емдеу қиын деп сұрағанда, емші тұқым қуалайтын ауруды емдеу қиын деп жауап береді. Оның алдын алуға бола ма деген ханның екінші сұрағына Өтебойдақ: болады. 7 атаға дейін туыс адамдар өзара қыз алыспау керек. 7 қазақ үшін қасиетті сан деген екен. Аты аңызға айналған емшінің айтқанына тоқтаған Жәнібек хан 7 атаға дейін үйленуге тыйым салып, кім 7 атаға толмай үйленсе өлім жазасына кесілсін деген жарлық шығарады. Көшпелі қазақтардың ел билеу заңы 7 жарғы бойынша да 7 ата ішінде қан араластыру өлімге не ағайындар белгілеген жазаға бұйырылады. Қозыбаевтың пікірінше 99 қырылып, 99 тірілген қазақ халықтың асыл тұқымын қалай сақтау заңын игерді. 7 атаға дейін өзара қарын аластыруға болмайтын барша түрік тайпаларының ішінде ең алдымен түсінді деп жазады. Бұл жайлы медицина не дейді? Демек, ата-бабаларымыз дәл қазіргідей ДНК-ны толық зерттемесе де, жақын адамдардың отбасылы болуынан саны болған дерттің етек алатынын жетік білген. Тұқым қуалаушылықтың заңдары тұрғысынан алғанда, туыс адамдардың некелесуі дұрыс емес. Бүгінде сирек кездесетін сырқаттар негізінен генетикалық аурулар екендігі анықталып, медициналық тілмен айтқанда орфандық аурулар проблемасын дәрігерлер соңғы жылдары дабыл қағып көтере бастады. Әсіресе мутацияға ұшыраған нәрестелер санының көбеюі қоғамды алаңдатып отыр. Еуропалық мәдениетте тек туралы түсінік жоқ. Оларда отбасы ұғымы ғана бар. Соңғы жылдары шетелдіктердің өзгеден гөрі қазақ балаларын көптеп асырап алуының да негізгі сыры тектік қорымыздың тазалығымен астасып жатыр. Алаш баласының некелік отбасылық түсінігіне мүлде жат, не бір азғындықты білдіретін анайы көріністер адамзат тарихында жеткілікті. Мысалы, Мысыр елінде біздің дәуірден дейінгі 59 жылы 11-ші Птолемей перғауын бақилық болғаннан кейін тақ мұрагерлігіне 16 жасар қызы Клеопатра мен 13 жасар ұлы Птолемей қалған еді. Осы елдің Птолемей перғауындар әулетінің соңғы патшайымы, әлем тарихындағы белгілі тұлғалардың бірі Клеопатра сол замандағы Мысыр ғұрпына орай өзінің туған інісіне тұрмысқа шыққаны белгілі. Жалпы бұл әулеттің жер бетінен жоқ болып кетуіне ғалымдардың айтуынша туыс адамдардың қан араласуы бірден бір себеп болған. Осыған ұқсас тағы бір мысал. 1917 жылы тақтан құлатылған Ресей патшасы 2 Николайдың баласы гемофилия қан тоқтамайтын ауру сырқатымен ауырып, соны гипноз арқылы емдеп жазған Валентин Распутин патша сарайында үлкен беделге ие болған. Тарихшылар баланың мұндай ауруға душар болу себебін ақсүйек әулет Романовтардың өзара қыз алыса бергендігімен байланыстырады. Адам түгілі текті жануарлар өз қанына ешқашан шаппайтын білген дана халқымыз мұндайға барғандарды жатынына шапқан жаман айғырға теңеген. Генофондтағы тағы бір түйткілге мамандар алаңдауда. Еуропа елдерінде тұқымның тексіздіктеніп бара жатқанын байқаған генетик ғалымдар 3 атадан үзілмей аралас некеден туған ұрпақтың белсіздікке ұшырайтынын анықтауда. Мұның сырын зерттеушілер белсіз еркектер
өздерінің қай ұлтқа жататындығын білмегендігімен байланыстырады. Бұл биология ғылымындағы жылқы мен есектің буданынан қашырдың дүниеге келетін, қашырдан кейін еш ұрпақ болмайтынын еске түсіреді. Сонымен қазақ халқы 7 атаға дейін қыз алыспайтын дәстүрді өте қатаң ұстанған экзогамистерге жатады. Демек, экзогамия аталас бір рудың ішінде еркек пен әйелдің некелесуіне рұқсат етпеу дәстүрі. Аса көрнекті этнограф ғалым, жазушы Жақта Бабалықұлы осы орайда мынадай бір қызықты дерек келтіреді. Қазақтар тектілік танымды тек 5-10 жыл ішінде емес, ұлт болып қалыптасып, тайпалық бөлістерден бері таратқан. Сондықтан қазақтар ішінде кем-кетік адамдар аз кезігеді. Қазақтарда тектілікті дәріптеудегі бұлжымас қағида некелену барысында тегіне қарау. Ежелден мейлі ұл мейлі қыз жағы болсын, балалары мақұлдасудың алдында тегін анықтайды. Ол қандай жердің балалары, әкесі қандай, оның арғы тегі қандай деп қудалайды. Міне, тектілікті дәріптеу деген осы. Отандық этнограф ғалымдар 7 атаға жүктеу, қан тазалығын сақтау біле білсек, бүкіл жер беті халықтар ішінде тек қазаққа ғана тән салт дәстүр екенін анықтау. Бұл жөнінде зерттеушілік ғұмырын қазақтың этнологиясына арнаған белгілі ғалым Ақселеу Сейдімбектің пікір тұжырымы. 7 атаға дейін қыз алыспау дәстүрін ұстанатын қазақтан басқа этностың жер бетінде бар екенін біз біле алмадық. 7 атаға дейін қыз алыспау дәстүрінің қылдай ауытқымауын әрі қырағылықпен, әрі қаталдықпен қадағалап отырған. Еңлік пен Кебектің, Қалқаман мен Мамырдың аралары 4-5 ата болғанына қарамастан, олардың бір-біріне деген сүйіспеншілігі елдіктің шырқын бұзатын ауыр қылмысқа баланып, қатал жазаға ұшырайтыны да содан. Ұлт денсаулығы алдымен қан тазалығынан басталатынын ескерсек, мұндай әлемді таң қалдырған, өрелі салт ұстанған қазақтың төл тума мәдениетін ұлттық бренд десек артық айтқанымыз емес. Осы тұрғыда қазақ халқы классикалық ұлтқа жатады. Өйткені ұлтымыздың қаны саф алтындай таза, соған сәйкес жаны да таза.